Армысыз YouTube көрермен, йод сеткасының пайдасы мен әсері. Кез келген үйдегі дәрі қобдишасында йод болатыны анық, бірақ көп адам оны жарақат алған жағдайда ғана қолданады. Ал йод тамшыларының бұдан да басқа көмегі көп, қолдану аясы кең. Тыныс алу жолдарының аурулары. Йод ерітіндісін қолдану сұйықтап аурудың жиі қайталана беруінен құтқара алады. Оның бастапқы белгілері кезінде мазасыздануды едәуір жеңілдетеді және қалпына келтіруді, сауығуды тездетеді деп жатады. Құрғақ жөтел. Одан тезірек құтылу үшін йод торын тамақ тұсы мен кеуденің жоғары тұсына жасайды. Мұны абайлап, жұқалап етіп жағу керек. Күн сайын табан мен өкшеге жұқалап жағып қойса да жақсы әсер береді. Варикоз. Тамырлардың варикозды кеңею кезінде йод торын түнде аяқтың проблемалы аймақтарында қолдануға болады. Процедураны аптасына 2 реттен ғана жасау қажет. Оны жұқалап жағу қажет. Емдеу курсы 60 күнді алады. Бұл жағдайда йодтың терапиялық әсері ісінудің азаюымен және аяқтың сыртқы көрінісін едәуір жақсартумен белгілі болады. Аяқтың шаршауы мен ауырсынуы да төмендеуі байқалады. Көгеру мен жарақат. Йод торы гематомалардан тезірек арылуға көмектеседі. Алайда оны көгерудің салдарынан пайда болған көгеруге бірден қолдануға болмайды. Өйткені мұндай зақым ісінумен бірге жүреді, ал йод ісінудің тез басылуына кедергі келтіруі мүмкін. Сондықтан зардап шеккен аймаққа алдымен суық компресс жасау қажет. Ал йодпен емдеу 1 күннен кейін басталады. Егер инфекция орнында көгеру пайда болса, йод торын сол уақытта қолдануға болады. Буын мен арқадағы ауырсыну. Көптеген адамдарда жасы ұлғая келе және үнемі отырықшы жұмыс салдарынан желке құрысып, арқа бұлшық еттері тартылып ауыра бастайды. Йод торы бұл мәселені шешуге көмектеседі. Аптасына 3 рет омыртқаның бойы мен мойыннан бел тұсына дейін тік сызықтар жасау қажет. Йод торы тым қалың болып кетпеу керек. Әр кеш сайын ұйқы алдында ауыратын буындарға жұқалап йод торын жасауға болады. Ол қабынған буындардағы ауырсынуды басады. Буын ауруының асқынуын тежейді. Ескеретін жайт, йод торын таза, құрғақ терге, мықты тампонмен, жеңіл қозғалыстармен жұқалап жағу керек. Сызықтар ары қашықтығы кемінде 1 см болғаны дұрыс. Тым жақын болып кетпеу керек. Йод ерітіндісі ашық жаралар мен жарылған жерлерге, шырышты қабықтарға түспегені дұрыс. Сондықтан сақ болған жөн. Торды жүрек пен қалқанша безі маңына үстіне жағуға болмайды. Егер дене қызуы көтерілсе, йод процедураларын жүргізу ұсынылмайды. Бұл әдісті 3 жасқа дейінгі балаларға қолдануға болмайды. Өйткені йод олардың терісін күйдіріп жіберуі нәзік тамырларына зиян келтіруі мүмкін. Ал ересек балаларға қолданбас бұрын йодқа төзімділік сынағын өткізу керек. Ол үшін білектің ішкі жағына аз ғана йод жағып көріңіз. Егер 20-30 минут ішінде жағымсыз реакциялар болмаса, мысалға қызару, қышу, ашту, бөртпе секілді реакциялар болмайтын болса, онда қорықпай йодпен сурет сала беруге болады. Міне, йод сеткасының да осындай бірнеше пайдасы мен әсерлері бар. Сіздерге ақпарат пайдалы болды деген үміттемін. Пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің кішкене ғана әрекеттеріңіз біздер үшін жаңа әрі пайдалы видеолар шығаруға шабыттандырады. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік.